Шабдаржап анимациялық студия ұсынады. Жангүлімнің бақытты балалық шағы фильмінде басты рөлдерде ата-анасы, бауырлары. Әкем Әскербек, анам Айгерім. Олар біз үшін барын салып еңбек етеді. Менің есімім Жангүлім Әскербек қызы. Мен 2011 жылдың 18 қазанында Ақжайық ауданы Тайпақ ауылдық округі Шабдаржап ауылында дүниеге келдім. Мен үлкен, тату отбасында өсіп келемін. Біздің шаңырақта 7 бала тәрбиеленуде. Әжем біздің ақылшымыз, мейірімнің шуағы. Ақылын үнемі айтып отырады. Мейрам күндері әкем және ағаларым анамды және сіңілерімізді барлығын құттықтап сыйлықтарын береді. Біздің отбасы махаббатқа толы, балалық шағым бақытқа толы. Мен отбасындағы үлкен қызбын, отбасындағы үлкен қыз ретінде жауапкершілікті сезінемін. Менің 3 ағам, 3 сіңілім бар. Біз әрдайым біргеміз, біз бірімізге қамқор, жақсы көреміз. Отбасымызбен таза ауаға жиі шығамыз. Әкем мен ағаларым балық ауласа, анам және сіңілерімізбен бірге дәмді ас пісіреміз. Қазір мен 8-ші сынып оқушысымын. Сынып жетекшім Лаззат Аманкелдіқызы. Ол мейірімге толы ұстазымыз. Дәмді тамақ пісіргенді. Кітап оқығанды ұнатамын. Мен Жангүлім. Менің бақытты балалық шағым жалғасуда. Менің арманым білімді, тәрбиелі, мейірімді адам болу. Махаббат пен мейірімге толы отбасында тәрбиеленіп келемін. Мен өз отбасыма алғыс айтамын.